Assalamu alaikum көрермендер. Бүгін мен сіздерге қолдан қалай құймалы еден жасап құю керек, соны сіздерге көрсететін болам. Қазіргі таңда құрылыс дүкендерінде материалдар, заттар барлығы қымбат. Сол себептен өз тәжірибемнен өткіздім. Соны мен сіздерге көрсететін болам. Бізге ол үшін мындай құм керек, құм қажет. Семент керек, мындай семент керек. Сосын бізге мындай кафельный клей керек. Кейін мындай су керек. Сосын мындай грунтовка жағып аламыз алдыменен. Шелек керек. Сосын бізге мындай правила қажет. Мындай өзінің валигі бар. Ауа шығаратын, тегістейтін. Осындай валигі қажет. Кейін мындай миксер. Осындай миксер қажет. Кейін бізге мындай шөміш керек. Мына заттарды салу үшін. Ең алдыменен еденімізді мынандай артық заттардан және қоқыстан тазалап аламыз. Құрметті көрермендер, мен тағы да осындай пайдалы видеоларымды өткізіп алмау үшін лайк басып, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Қырып тазалап алғаннан кейін барлық жерін, ас бөлменің барлық жеріне грунтовка жағып шығамыз. Шаңын басу үшін. Менің барлық жеріне грунтовканы жағып алдық. Ең алдымен жарты шелек су құямыз. Шелекті жарты қылып. Одан кейін құмнан үшеу саламыз шелегімізге. Құмнан салып алдық. Одан кейін sementten bir kauç salamız. Sosun kahveli kremin bir kauç salamız. Hoşmuş. Kum, semen, kahvelдің клейін салып алдық. Енді осыны миксердің көмегімен жақсылап араластырып
бір араластырып тоқтатып, кейін тағы бір екінші рет араластырып, соны бірден еденге құятын боламыз. Мінекей ас бөлмемізге қолдан жасаған, өзім жасаған құймалы едені құйып болдым. Сіздер де осындай қылып қолдан өз қолдарыңызбен жасап құюларыңызға болады. Мінекей бұған ешқандай артық шығынның қажеті жоқ. Осындай қылып құюға болады. Мінекей құрметті көрермендер, кеше құйған құймалы еденіміз қолдан жасаған. Бүгін кеуіп қалды. Осылай қолдан жасап құюға болады.